Қырымда Русия махсус хызметлері тарафындан тутуп алынған Геннадий Лемешко Харьковның Первомайск район арбий комиссарлығында қайдолынған еді. Ама хызметке ярамағанларыны сырасына қошылған еді. Бұны ЮАТВ-ге Харьков арбий комиссарлығының арбий комиссары Юрий Колгушкин білдірді. Айтқаны кебі, Лемешко бір қачкере мұқавеле хызметіне кечмеге тұрышты. Ама астма хастылығы олғаны себебінден тибби комиссияны кечіп оламады. Нетижеде нейсе ордуға тұшты, ама келешмегені үшін хызметтен бошатылды. В 2016 году 2016 сенесі арбий күчлерілі мұқавелені имзалаған. Веновгород-Волынский бірлешкен шейір арбий комиссарлығы тарафындан чықырылған еді. Анда комиссияны сонына қадар кечті. Тахменен 6 ай девамында хызметте болунды. Ве 2017 сенесі майыз бешінде. Мұқавеле шартларыны еріне кетірмегені себебінден. Хызметтен бошатылды. Бұндан sonra тақдиры білге сөздір.